Сәлем баршаңызға. Бүгін біз осындай ерекше тағам дайындайтын боламыз. Бұл самса шорпа деп аталады. Қазіргі кезде хит болып жатқан тағамдардың бірі. Бұл тағам өте дәмді болып шығады. Құрғақ болып кетпейді, қорықпаңыздар. Ішінде осындай сорпасымен бірге дайындалады. Және достар, менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Ең бірінші қамырын дайындап аламыз. Ол үшін ұнымызды салып, үстіне бір қасық қопсытқыш, бір шай қасық тұз салып араластырамыз. Одан соң ерітілген сары майымызды саламыз және салқын суымызды құямыз. Мөлшері описаниеда жазылып тұр. Енді барлығын алдымен шанышқымен, одан соң қолмен араластырып қамыр илейміз. Қамырымызды 20 минутқа тоңазытқышқа салып қоямыз. Енді салмасын дайындайтын боламыз. Ол үшін пиязымызды осылай 4 қылып кесеміз. Одан кейін менде мына жерде тауық еті, бірақ сіз өзіңіздің қалауыңызша ет қосуыңызға да болады. Осылай барлығын бір ыдысқа біріктіреміз. Одан соң мына жерде менде түйенің өркеш майы. Сіздерде осылай қоссаңыздар өте дәмді шығады, немесе құйрық май қосуларыңызға болады. Мұндай майлар ұнамаса, онда сұйық май қоссаңыз болады. Енді дәміне қарай тұзын, бұрышын, приправасын саламыз. Барлығын жақсы етіп араластырып, ішіне 60 мл су құямыз. Тоңазытқыштан қамырымызды аламыз, одан кейін осылай иілеп, сопақ пішінге келтіреміз және бірнеше бөліктерге бөлетін боламыз. Осылай 4 бөлікке бөліп алдым. Енді әрбір бөлігін осылай иілеп, домалақтап аламыз. Енді бір бөлігін осылай оқтаумен жаямыз. Әлсін-әлсін ұн салып, жұқалау етіп жаямыз. Қамырымызды дөңгелектеп жайдық. Енді осылай кесеміздің ішіне саламыз. Қамырымыз кесенің ішіне осылай толықтай салынуы қажет. Енді екінші жаңағы осы ыдысымызға қақпақ жасайтын боламыз. Осы қамырдан оны да дөңгелектеп оқтаумен жаямыз. Осылай дөңгелек етіп кесемен сызып алдым. Және бұны тағы да жайып жібереміз. Кішкене үлкендеу етіп, енді жаңағы қамырымыздың бетіне қоямыз. Қақпаға сәйкес келді. Енді ішіне салмамызды саламыз. Салмамызды салып болдық. Енді осылай бетін жабамыз. Жаңағы дайындаған қақпағымызбен, одан кейін осылай астын үстіне қарай біріктіреміз. Енді противеньге ұнымызды сеуеміз. Ыдысымыздан түсіріп алып, противеньге қоямыз және қолымызбен дөңгелек пішінге келтіріп, осылай видеодағыдай жасап шығамыз.
кейін артық қалған кішкене тестімізді осылай дөңгелектеп бетіне қоямыз және жұмыртқаның сарысына сүт қосып араластырып осы самса шорпамыздың бетіне жағамыз және кішкене кунжут себеміз. Енді осыны ыстық пеште 180 градуста 30-35 минуттай пісіреміз. Ал егер сіз етпен жасаған болсаңыз, онда 55 минутқа қоясыз. Мінекей достар, біздің самса шорпамыз дайын болды. Өте әдемі болып шықты. Дәмі де керемет, барлығына ұнайды деп ойлаймын. Егер менің каналым ұнаса, лайк басып тіркелуді ұмытпаңыздар. Барлықтарыңызға ас болсын, сау болыңыздар.